Бәріне сәлем, қалайсыздар? Садикке осындай поделка жасап апаруымыз керек болғандықтан, осындай шыбықтар, ағаштарына талдан бір нәрселер жұлып әкелдім. Қазақ бұзбайтыңыздар, соңғы күні жасауымыз керек. Бізде түнде астына да сейген свет өшіп, масқара болдық қой, бүкіл ел шулап, бүкіл астына свет өшіп қапты деп, сонымен жасайтын нәрсеміз басқаша етін, сонымен светті кеш бергеннен кейін оңайырақ бір нәрсе жасай салайық деді. Папамыз осындай горячий клеймен осындай домик жасайын деп жатыр. Ағашты осылай жабыстырып шығады. Менің бар жұмысым осы үстіне шапкасын, яғни домалағын жасау керек болды ғой. Менің бар еңбегім сол болды. Қалғанын бәрін папамыз өзі жасады. Сіздер папаларыңызбен бірге отырып жасайсыздар ма? Жаза кетіңіздер. Балам да бір жағынан көмектесіп жатыр. Осының барлығын жан-жағын осылай орап шығады. Сосын менің бүкіл еңбегім осы шапканы істегенім. Сосын листиялар үстіне жабыстырып шығамыз. Түнгі 2-3 болғандықтан бүкіл процесті түсірмедім. Сіздерге қалай болғанын жаза кетіңіздер. Балам таңертең мәз болып садикке алып кетті. Бұл не деп түсінбей келе жатыр. Жай құлатып алмайын деп алып кетіп бара жатыр. Бірақ кішкентай нәрсе жазсақ та қараңыздаршы, қанша мусор шықты.